Сәлеметсіздер ме оқушылар, 7-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бұл видео сабақта 1-ші және 2-ші нұсқа қатар көрсетілген, сондықтан 2-ші нұсқа басқа жақта көрсетіліп тұр екен деп сабақты соңына дейін көрмей, 2-ші нұсқаның бар екенін аңғармай қалмаңыздар. Қайталап айтамын, бұл видео сабақта 1-ші, 2-ші нұсқа қатар көрсетілген. 1-ші нұсқа бойынша 1-ші тапсырма. Тыңдалым мәтініндегі автор көзқарасымен көтерілген мәселені балық қаңқасы әдісімен талдаңыз. Көтерілген мәселе: қобыз аспабының киелілігі, ерекшелігі және оның қазақ мәдениетіндегі орны. Автор көзқарасы: автор қобызды ерекше аспап ретінде сипаттап, оның музыкалық қана емес, рухани және мәдени тұрғыдан да маңызды екенін көрсетеді. Қобызды жасаудағы киелілік пен дыбыстың табиғатқа жақындығы, сонымен қатар оның ғылым үшін жұмбақ болуы автордың таңданысын білдіреді. Негізгі идеясы: қобыз қазақтың киелі табиғатпен үндес аспабы. Ол тек музыкалық емес, мәдени және рухани мұра ретінде де маңызды. Мәтіннен дәйектер: қобызды екінің бірі ойнай алмайтын киелі аспап деп суреттейді. Қобыздың үнінде адамды баурайтын 62 тамырын едіретін тылсым күш бар деп сипаттайды. Қобыздың бізге белгілі нарқобыз, қылқобыз, жезқобыз, сазген деген түрлері бар. Қобыздың аққуға ұқсайтын пішіні оның киелілігімен байланыстырылады. Әлкей Марғұлан аққуды қазақтың киелі құсы ретінде қастерлегенін дәлелдейді. Екінші тапсырма: астасылған сөздер мен сөз тіркестерінің қажеттісін синонимдермен ауыстыра отырып, қобыз киелі аспап тақырыбында жинақы мәтін жазыңыз. Қобыз ежелден киелікке тән аспап. Оны кез келген адам ойнай алмаған, тек ерекше қасиет дарыған тұлғалар ғана қолданған. Қобызды тек жыраулар, абыздар, ұзандар мен бақсылар секілді ерекше рухани жандар пайдаланды. Бұл аспап халқымызда музыкалық құрал ретінде ғана емес, көбінесе емшілік пен тылсым күштің белгісі ретінде танылды. Аққуға ұқсайтын бұл аспаптың үні тыңдаушыны баурап, адам жанына әсер ететін жұмбақ қасиетімен ерекшеленеді. Қобыздың үнінде табиғаттың терең сырларын жеткізе алатын ерекше әуез бар. Қоңыр дауысы қасқырдың ұлығанының, желдің ызының немесе аққудың қанат қағысын айнытпай бейнелейді. Қобыздың нарқобыз, қылқобыз, жезқобыз, сазген сынды түрлері және оркестрлерде қолданатын прима, альт қобыздары белгілі. Оның ішегі жылқының қылынан жасалып, ерекше дыбыс береді. Қобыздың пішіні аққу тұлғасына ұқсап жасалады. Академик Әлкей Марғұлан бұл аспаптың киелілігін аққудың қасиетті құс екенін қастерлеумен байланыстырады. Қобыз қазақ мәдениетінің терең мұрасын, табиғат пен руханияттың үндестігін бейнелейтін киелі аспап. Екінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. 2-ші нұсқа. 1-ші тапсырма: тыңдалым мәтініндегі автор көзқарасымен көтерілген мәселені балық қаңқасы әдісімен талдаңыз. Көтерілген мәселе: қобыз аспабының киелігі, ерекшелігі және оның қазақ мәдениетіндегі орны. Автор көзқарасы: автор қобызды ерекше аспап ретінде сипаттап, оның музыкалық қана емес, рухани және мәдени тұрғыдан да маңызды екенін көрсетеді. Қобызды жасаудағы киелілік пен дыбысының табиғатқа жақындығы, сонымен қатар оның ғылым үшін жұмбақ болуы автордың таңданысын білдіреді. Негізгі идеясы: қобыз қазақтың киелі табиғатпен үндес аспабы. Бұл тек музыкалық емес, мәдени және рухани мұра ретінде де маңызды. Мәтіннен дәйектер: қобызды екінің бірі ойнай алмайтын киелі аспап деп суреттейді. Қобыздың үнінде адамды баурайтын 62 тамырын едіретін тылсым күш бар деп сипаттайды. Қобыздың бізге белгілі нарқобыз, қылқобыз, жезқобыз, сазген деген түрлері бар. Қобыздың аққуға ұқсайтын пішіні оның киелілігімен байланыстырылады. Әлкей Марғұлан аққуды қазақтардың киелі құсы ретінде қастерлегенін дәлелдейді. Екінші тапсырма: астасылған сөздер мен сөз тіркестерінің қажеттісін синонимдермен ауыстыра отырып, домбыра қазақ мақтанышы тақырыбында жинақы мәтін жаз. Домбыра қазақ халқының ұлттық мақтанышы әрі рухани қазынасы. Бұл аспап халқымыздың өмірінде маңызды рөл атқарып, сан ғасырлардан бері елдің мәдени мұрасы ретінде сақталып келеді. Домбыраның әсем үнінен сазды әуені қазақтың терең сезімдер мен ойларын бейнелейді. Ұлттық аспап ретінде домбыра тек музыкалық құрал
емес, сонымен бірге ұлт рухын жеткізуші. Оның қос ішегі халықтың қуанышы мен мұңын бірдей толғайды. Әрбір әуені адамның жанын тербеп, жүрегіне ерекше әсер етеді. Домбыраның күмбірлеген үні табиғаттың табыстарымен үндесіп, дала төсінде шалқыған әуенді еске салады. Ол орындаушының шеберлігіне қарай ерекше құбылып, халықтық өнердің биік шыңына көтеріледі. Домбыра қазақ мәдениетінің символы, елдің өткенін бүгінгі ұрпаққа жеткізуші асыл мұра. Ұлттық аспаптың қастерлі үні қазақтың бар болмысын бейнелейді.